Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, аудиофон арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі оқиға елес кемпір. Мен жазғы демалысымда әдетте Алматы қаласында тұратын апамның үйіне барушы едім. Апамның үйі тау етегінде болатын. 2 қабатты үй. Апамның үйінде өзімді емін еркін сезінетінмін. Компьютер, ойын приставкасы, теледидар барлығы бар. Әдеттегідей таңертең тұрып, беті қолымды жуып, таңғы ас ішуге бардым. Бірақ апам үйде болмады. Мен қағаз бетіне жазып кеткенін жазуды көрдім. Ұйқыдан тұрсаң, таңғы асыңды ішіп, ойыныңды ойнап отыр. Мен қалаға кеттім. Кешке, немесе ертең таңертең ораламын деп жазған. Мен үйде жалғыз қалдым. Далаға шығып біраз серуендеп қайттым. Үйге оралып біраз приставка ойнадым. Одан соң тамағымды ішіп диванға жаттым. Телефонымды ұстап ұйықтап кетіппін. Тұрсам сағат кешкі 7:30 шамасы болып жатыр екен. Тым ұзақ ұйықтаппын. Далаға кеш батыпты. Апама қоңырау шалдым. Ол біраз шаруалары бар екенін айтып, ертең келетінін айтты. Кешкі асымды ішіп, тағы да таза ауа жұтып, 20-30 минут аулаға шығып келдім. Үйге кірер алдында үйдің артында біреулердің жүгіріп жүргені естілгендей болды. Мен мән бермей кіріп кеттім үйге. Үйге келіп, ваннаға түсіп, бірден компьютерға отырдым. 1-ші қабатта кіретін есіктің ашылғанын естідім. Апам шығар деп отыра беріппін. Ал сәлден кейін апамның таңертең келетіні есіме түсті. Бірақ қолыма ұратын нәрсе іздей бастадым. Шкафтан темір ілгішті алып бөлмеден шықтым. Денем түршігіп, қатты қорқа бастадым. Бойымды түгелдей үрей билей бастады. Астында жаңағы бәле бір нәрселерді құлата бастады. Бөлмеге қайта кіріп кеттім. Бұрышта көзімді жұмып, қатты қорқып отырдым. Есікті құлыптап жауып қойдым. Ал есік артынан кемпірдің көлеңкесін анық көрдім. Мен қорққаннан тіпті шыдай алмай талып қалыппын. Көзімді ашсам, апам қасымда отыр. Маған шошып қалған соң ғой деп болған жайттың бәрін айтты. Мен де оған өз көргендерімді айтып бердім. Ал келесі күні таңертең мен өз үйіме бірден кетіп қалдым. Деп бізге автор жазып көрермендерге оқып беруімді сұрады. Осындай шынайы оқиға бастан өткен екен. Бұл жерде өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл елес пе, әлде қорыққанға қос көрінеді деген рас нәрсе ме, әлде шын болған оқиға ма? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып, видео ұнаса лайк басып кетулеріңізді сұраймын.